Сәлем достар, бүгін сіздермен керемет хинкалидің рецептісімен бөлісетін боламын. Хинкали ол грузинский тағам деп айтуға болады. Оған керек нәрселер бізге ұн, су және кішкене ғана тұз. Тұз бен суымызды, жарты стакан суымызды жақсылап араластырып аламыз. Бұл порция 3 адамға арналған. Және көз мөлшермен осыған ұнды електен өткізіп, қосып қамыр илейміз. Қамырымыз міндетті түрде тығыз, нығыздалған, қатты қамыр болу керек. Жұмсақ қамыр хинкалиге келмейді, яғни болмайды. Қамырды електен өткізілген ұнмен жасаған әрине өте керемет. Себебі електен өткізілмеген ұн мен өткізілген ұнның айырмашылығы өте үлкен. Қаттырақ иленген қамырымызды алып жақсылап илейміз. Қамыр өзімен жұмыс жасағанды өте қатты жақсы көретін заттардың бірі деп айтсақ болады тағамдардың. Неғұрлым қамырға жақсылап қарасаңыз, көп жұмыс жасасаңыз, қамыр соғұрлым әдемі шығады. Есте болсын, дайын болған қамырымызды одноразовый пакетикті алып 20 минутқа қойып қоямыз. 20 минуттың ішіне ол бір қалыпты күйге түседі. Қамыр демалады яғни. Ол кезде біз салмасын дайындаймыз. Начинкасын оған маған кез келген еттен жасалған фарш, 2 пияз, 1 сәбіз. Сәбіз міндетті түрде майдалап тураймыз. Және қалауымызша неше түрлі дәмдеуіштер қоссақ болады. Алмаған өзіме жеке укроптың дәмі ұнайды. Ол ерекше дәм беріп тұрады фаршқа. Сол үшін мен укропты қостым. Укроп қоссаңыздар болады. Басқа да приправалар қоссаңыздар болады. Бұрыш қосыңыздар, қызыл бұрыш қосыңыздар, кім қалай жақсы көреді. Болмаса тек овощной қып жасасаңыздар болады. Тек көкөністерден ет қоспай. Осыған сәл-сәл тұз қосамыз. Және хинкалидің бір керемет құпиясы деп айтсам болады. Көп адамдар оны ескермейді. Хинкалидің салмасында міндетті түрде су қосамыз. Судың қосу себебі біздің хинкали киіміз сочный дейді ғой, сулы, сочный болып шығады. Яғни салмасының ішінде хинкали піскеннен кейін ортасын бөлген кездегі керемет судың шығуы, судың бөлінуі тағамның өзіне бір ерекше дәм береді деп айтсам болады. Ерекше бір басқаша сезімде боласыздар ол тағам жегенде. Хинкалидің рецептісінің құпиясы осы су деп ойлаймын. Салмасын дайындап қойдық. Салмасын дайындағаннан кейін біздің демалған қамырымызды алып, оны жақсылап кесуге, яғни бөлуге дайындаймыз рулет ретінде. Қамырымызды жақсылап домалатамыз, рулет күйіне түсіреміз. Қамыр осындай жұмсақ, бір-біріне сіңген, керемет болып шығады. Яғни ешқандай бүдір-күдірсіз деп айтамыз ғой, сондайсыз бір нәзік қамыр шығады. Қаттығы биленгенмен бір-біріне сіңген қамыр. Қалыңдығы бірдей болу керек, яғни тік болу керек. Осыны алып енді бірдей бөліктерге бөлеміз. Шамамен осындай бөлік болады. Қамырдың іші осындай тығыз, ауасы жоқ, яғни қатты болып тұрады. Менде бұл жерде 15 бөлік, яғни 15 тілім шығады. Шамамен қамырдың қалыңдығы 1 сантиметр, 1 сантиметрден кішкене ғана асуы мүмкін. Осылайынан 15 бөлікке бөліп алдым. Және қамырдың екі жағына ұн жағып, жақсылап оқтаймен жаямыз. Міндетті түрде кесілген қамыр бір-бірімен бірдей, теңдей болу керек. Өйткені хинкалидің размерлері осыған байланысты. Кесілген қамырды алып, дұрыстап реттеп, бетін салафан, яғни одноразовый пакетигімізбен жауып қоямыз, себебі қамыр тез қатып қалуы мүмкін. Қамырымызды жайып алдық, ішіне салманы салдық, енді түйуге кірісеміз. Түйу үшін үлкен саусағымызды указательный пальчик дейміз ғой, соны алып, былай бекітеміз. Соған қойып, қамырды былай бекітеміз. Дәл осындай қимылдармен барлық қамырды ортаға жинап шығамыз. Яғни начинканың үстіне тұрып, бір ортаға гүл ретінде әдемілеп жинаймыз. Бастапқыда
онча шықпауы мүмкін. Бірінші рет жасап тұрсаңыздар, одан кейін бірте адамның қолы үйрене береді. Кез келген адамның қолынан келетін дүние, қиын тұрған ештеңе жоқ. Бірақ пішкеннен кейінгі түрі адамның аппетитін ашады деп айтуға болады. Оны осылай орап, әдемілеп бекітеміз. Міндетті түрде ұшын кесіп тастаймыз. Сол кезде біздің басы мынандай тіп-тік болып әдемі түрі береді. Мұны осындай қылып, менде 15 штук хинкали шықты. Дәл осылай түйіп қойдым. Қайнап тұрған суымызға саламыз. Суға міндетті түрде тұз бен май қосамыз. 20 минуттай жақсылап пісіріп аламыз. Одан кейін осындай өздеріңіздің қалауларыңызша украшать етіп, яғни әсемдеп, кешкі асқа берсеңіздер болады. Хинкалидің қасына қаймақ, басқа да соустар, кетчуптар, майонез, неше түрлі заттармен берсеңіздер болады. Ас болсын. Сіздермен рецептімен бөліскен ол мен Назерке. Ас болсын.